an артиклі зат есімнің алдына қойылады. Кім, не? Мысалы, she is a girl. Ол қыз. It is a book. Бұл кітап. Және де біз зат есімнің алдында сын есім тұрса, сол кезде артикль қоямыз. Қандай? Мысалы, she is a clever girl. Ол ақылды қыз. Ал егер сын есім өзі жалғыз тұрса, онда артикль қойылмайды. Мысалы, she is clever. Ол ақылды. Артикль n дауысты дыбыстардың алдына қойылады. A, I, E, O, U. Мысалы, it is an apple. Бұл алма. It is an ice cream. Бұл балмұздақ. It is an egg. Бұл жұмыртқа. It is an orange. Бұл апельсин. It is an umbrella. Бұл қолшатыр. Ал a артиклі барлық дауыссыз дыбыстардың алдына қойылады. Мысалы, he is a boy. Ол бала. Артиклдер адам аттарының, жер су аттарының, көпше түрдің және тәуелдік жалғаудың алдына қойылмайды. Мысалы, this is Tom. Бұл Том. This is Medeo. Бұл Медеу. We are friends. Біз доспыз. This is my dog. Бұл менің итім.